Жігіт пен қасқыр қыз. Ертеде дүниеде бір ақсақал өмір сүрген. Оның көптеген жылқылары болған. Бірде даланы жұт батып, малдарын алыс жайлауға жіберуге мәжбүр болады. Үйірлердің қайтатын уақыттары келді, бірақ олар қайтып келмейді. Сонда ақсақал жалғыз ұлын жылқы іздеуге жібереді. Ақсақалдың баласы жігіттермен үйірлерді ұзақ іздеп, бірақ таппайды. Бір кезде жігіт алыстағы ойпаңға шауып келіп, бір жамбаға тап болады. Кенеттен үлкен қасқыр секіріп шығады. Жыртқыш жас биені ұстап алып, арқасына лақтырып жіберіп, жебемен жүгіріп кетеді. Ақсақалдың баласы қасқырды қуа жөнеледі. Ол қасқырды қуып жетіп, соққыға ұмтылғанда, қасқыр адам даусымен оған айғайлайды: "Мені ұрма!" Жігіт антан болып қасқырды жіберіп алады. Жолдастар оған жетіп келіп, неге қасқырды өлтірмедің деп сұрайды. Ол менен өлтірме деп адам даусымен сұрады. Әңгіме айт деп айғайлады жолдастары. Қасқыр адам даусымен сөйлей алады ма? Олар тағы да қасқырды қуа жөнеледі. Тағы да ақсақалдың баласы бірінші болып қасқырды қуып жетеді. Ол сермеп еді, қасқыр қайта айғайлайды: "Өлтірме, мен саған сұлу әпкемді беремін." Жігіт тағы да абыржып, қасқырды тағы да жіберіп алады. Жолдастары оған жетіп, не болғанын біліп, ант ете бастады. "Не босқа айтып тұрсың? Қасқырды ұрғың келмесе, аттан түс. Біз өзіміз аңды қуып жетеміз." "Жақсы" деп уәде береді жігіт. "Осы жолы мен қасқырды өлтіремін." Ол тағы да қасқырды қуып жеткенде, қасқыр тоқтап жігітке айтады: "Қолымды тарт, жігіт. Қорқақ болмасаң, менімен бірге сұлу әпкеме барайық." Жігіт жолдастарын күтіп алып, оларға: "Менсіз үйге қайтыңдар. Мен қалыңдық таптым." Жігіт оларға болған жағдайдың бәрін айтып береді. "Ой" деп айғайлайды жолдастары. "Сен жындысың. Адам баласының қасқырға үйленгені қайдан болған? Мен не істеп жатқанымды өзім білемін" деді жігіт. "Әкеме айтыңдар, мен тура 1 айдан кейін қайтып келемін." Жолдастары үйлеріне қайтады, ал жігіт қасқырмен бірге кетеді. Ол ұзақ уақыт бойы таулар мен аңғарларды аралайды. Ақыры қасқыр биік жартастың астына бұрылып, үлкен үңгірге сүңгіп кетеді. Көп ұзамай одан үлкен сары қасқыр шығады. Ол жігітке аттан түсуге көмектесіп, үңгірге жетелеп жүреді. Бірінші ұяда олар қасқырдың күшіктерін кездестіреді. Олар жігітке қарай жүгіреді, бірақ сары қасқыр оларға қарай ырылдайды. Күшіктер бірден тынышталып, орындарына жата қалады. Екінші ұяда қоңыр жалды кәрі қасқыр мен кәрі сұр қасқыр азу тістерін жайып жігітке жақындайды. "Бұл сіздердің қызыңыздың күйеу жігіті" деп түсіндіреді сары қасқыр. "Қыс бойы осы жігіттің жылқысының етін жегесіздер." Кәрі қасқырлар кері шегініп, орындарына тыныш жатады. Сары қасқыр жігітті үшінші ұяға апарады. Мұнда түрлі тағамдар дайындалып тұр екен. "Дәмін тат" деді қасқыр. Кешкісінде сары қасқыр төсек жайып, жігітті оңаша қалдырды да, сәлден соң әдемі ақ қасқырмен бірге қайта көрінді. "Міне сенің қалыңдығың" деді сары қасқыр жігітке. Деді де
өзі кетіп қалды. Сонда ақ қасқыр терісін шешіп жіберсе, жігіт ерекше сұлу қызды көреді. Сөйтіп, жігіт ұяда жақсы өмір сүрді. Күндіз дәмді тамақтандырылды, ал кешкісінде күн батқанда ақ келін келеді. Ол қасқыр терісін шешіп қызға айналады. Таңертең сұлу тағы да қасқыр кейпіне еніп, бір үйір қасқырды алып қашып кетеді. Сөйтіп, бір ай өтеді. Жігіттің үйіне баратын күні де келеді. Кәрі қасқыр күйеу баласына қоштасарда кішкене таяқ беріп, өмірдің қиын сәтінде бұл саған пайдалы болады. Қиындыққа тап болсаң, осыны жерге таста, аяғымен бір рет жерді қақ. Сонда әрбір тілегін орындалатын болады. Және ол күйеу баласына ескертеді. Қарағым, әйеліңнің қасқыр терісін 40 күн толмай тастама. Жігіт қасқырлармен қоштасып, ақ қасқырды арқанға іліп, жолға шығады. Кешке қарай түнде тоқтағанда жігіт таяқшаны жерге лақтырып жібереді. Аяғымен жерді қағып, алдарынан аппақ киіз үй әп-сәтте пайда болады. Ал киіз үйдің ішінде түрлі дәмді тағам пайда болады. Тамақтанып, ұйықтап болған соң, олар таңертеңнен қайтадан алыс жолға шығады. Ақыры сөйтіп, жігіт өз ауылына қайтып келеді. Ол қасқырды бұтаға байлап, үйіне барып, туыстарына әйелін әкелгенін айтады. Ол қайда деп сұрайды туыстары. Ол бұтаның жанында отыр. Ауылдың түкпір-түкпірінен жас келіншектер мен қыздар жиналып, келіннің алдынан шығады. Олар бұтаға жақындап, тек жалғыз байланған қасқырды көреді. Бір қыз не болғанын түсінді де, бұл жерде бір ақсақалдың баласы қасқырдың қарындасына үйленуге барды деген. Осы ақ қасқыр оның қалыңдығы болмасын. Қыздар өзара сөйлесіп отырғанда жігіт келіп, неге қалыңдықты қарсы алуға келіп, келінді үйге апармайсыздар, деді. Жігіт өзіне бөлек киіз үй көтеруге бұйырып, оған ақ бөрімен қонақтайды. Қасқыр күндіз кіреберісте жатып, ал кеш түсіп өрт сөнген бойда қасқыр қызға айналып, киіз үйді ерекше сұлулығымен нұрландырылады. Жігіт бар уақытын әйелімен өткізіп, көпшілікке сирек көрінетін болады. Көп ұзамай көршілері оған күле бастайды. Қарашы, қасқырға үйленіп, өзі хайуанға айналды. Ал жігіт киіз үйден шыққанда көршілері артынан мазақтайтын болды. Ей, қасқырдың күйеуі, сәлем, қасқырдың күйеуі. Жұрттың мысқылын тыңдау жігітке қиынырақ болды. Ол киіз үйден шығуды мүлде қойды. Ақыры шыдамай алды. 37-ші түнде әйелі қасқырдың терісін шешіп жіберген бойда, ол оны жұлып алып, отқа тастап салды. Әйелі қорқып кетті. Ой, енді өзіңді жаман сезінетін боласың. Сен уәдеңді бұздың. Анамның өсиетімен 40 күнді күтпедің. Таңертең киіз үйден жігіт шығады. Әйелі де оның соңынан ереді. Бүкіл жұрт жас қыздың ерекше сұлулығын көріп, таң қалғандықтан бірде-бір ауыз сөз айта алмайды.
Жігіттің әкесі қасқырдың сұлу қызға айналғанына қуанып, ұлының тойын 10 күн тойлап, жан-жақтан келген қонақтарға қуаныштан дастархан жаяды. Жігіт ерекше сұлуға үйленді деген қаусет далаға тарайды. Бұл қаусет ханға да жетеді. Хан сұлуды көргісі келеді. Хан аңшы бүркітті алып, сұлуды көруге барады. Ауылға жетіп, бүркітін жібереді. Бүркіт жас жігіттің киіз үйінің шаңырақ үстіне қонып түседі. Хан киіз үйге жақындап, аттан түсіп, қатты дауыспен үй ішілеріне шақырады. Ей, киіз үйде кім бар? Маған алтын бүркітімді беріңдер. Оның даусына жігіттің әйелі шығады. Хан қызды көріп, жас келіншектің ғажайып сұлулығынан бас айналып, селт етіп құлап кете жаздайды. Сұлу ханның қолтығынан ұстап, атқа қондырып, бүркітті беріп күледі. Осындай қарапайым әйелден неге қорқасыз? Хан бірде-бір ауыз сөз айта алмай үнсіз кетіп қалады. Бірақ сол күннен бастап хан тек жас қыздың ерекше сұлулығын туралы ойлай бастайды. Аяғында хан осы қызға үйленуге шешім қабылдайды. Сол үшін ол Зұлым кемпірді табады. Сонда Зұлым кемпір сұлу қайта еркін болу үшін жігітті жою керек. Әкең теңізге тастаған ат басындай алтын құйманы тауып бер деп айтты. Жігіт алтын іздеп барып жоғалып кетеді. Хан кемпірдің айтқанын орындайды. Жігітті шақырып алып, теңіз түбінен ат басындай бір құйма алтын тауып беруді бұйырады. Жас жігіт әйеліне келіп, хан қандай қиын тапсырма бергенін айтып береді. Сонда әйелі, мұғайма, әйелі жігітті жұбатты. Ханнан 3 күн сұра, бәрі жақсы болады. Жас келіншек түрлі түсті жібек пен алтын жіптерді алып, сәнгүлді тіге бастайды. Ол күндіз түні жұмыс істей бастайды. Аяғында гүлдің әдемі және жарқыраған шыққаны соншама. Киіз үй түнде де жарық болатын болды. Сұлу гүлді күйеуіне беріп, гүлді үлкен торға байлап, теңізге лақтыр. Қарапайым балық гүлге жүзіп келуге батылы бармайды. Оған тек қанша балық жүзіп келетін болады. Ол гүлді шұқылай бастағанда, сен оны жағаға тартып шығар. Ол сенен оны теңізге қайта жіберуді сұрай бастайды. Сен бұған келіс. Бірақ ханның әкесі жоғалтқан алтын құймасын алуды талап етті. Ол ханша болса да, оның сөзіне сенбе. Кепіл ретінде оның желбезектерінің бір бөлігін жұлып ал. Сөйтіп жігіт теңізге кетеді. Гүл бар торды лақтырып аулауды күте бастайды. Ұзақ уақыт бойы қанша балық көрінбейді. Бірақ бір уақытта көк теңіз ұшқындап толқиды. Қанша гүлге қарай жүзіп барып, оны тісімен ұстап алады. Жігіт торын тартып, қанша балығын жағаға шығарады. Қанша балығы жігітке жалына бастайды. Мені теңізге жіберші, мен сені марапаттаймын. Жігіт жауап береді. Түбінен ат басындай алтын алып беріңіз, сонда жіберем.
Балық алтынды алуға уәде береді. Жігіт желбезектерінің бір бөлігін кепілге жұлып, балықты теңізге қайта жібереді. Ханша барлық балықты жинап алып, хан әкесі теңізге тастаған алтынның қайда жатқанын білемі деп сұрай бастайды. Бірде бір балық алтыны тығылған жерді көрсете алмайды. Барлық балықтар жиналды ма деп сұрайды ханша қызметшілерінен. Ал олар жауап береді. Жасы 140 жыл болған бір ғана кәрі балық шықпады. Ханша оны әкелуді бұйырады. Қызметшілер қарт балық үшін жүзіп кетеді. Бар, деді олар, ханша шақырып жатыр. Ал бұл балық тыңдағысы келмейді, орнында тұр және қозғалмайды. Қызметшілер мойынсұнбаған балықты ұстап алып, тұрған орнынан сүйрей жөнеледі. Сол кезде балық астынан ханша іздеп жүрген жылқының басындай алтын құймасы көрінеді. Кәрі балық алтынның буларымен қоректендіктен 140 жыл өмір сүріпті екен. Қызметшілер алтын құйманы алып кеткенде кәрі балық бірден өле қалады. Ханша балық жігітке уәде еткен алтынды беріп, одан желбезектерін қайтарып алады. Жігіт хан сарайына келіп, алтын құйманы қайтарып береді. Хан оны үйіне жіберіп, зұлым кемпірді шақырып алып, оған алдағаның үшін басынды кесіп аламын. Жігіт қайтып келіп, алтынды әкелді. Ал сен оның жоғалып кететініне сендірдің. Мырзам, деп айқайлады кемпір. Мені өлтірме, мен сізге дұрыс кеңес беремін. Әкең кезінде бір үйір жылқыдан айырылған. Оның қайда екенін ешкім білмейді. Ал жігіт тапса, бәрібір әкеле алмайды. Себебі сол уақыттан бері аттар жабайы болып кеткен. Жоғалған табынды жеткізсін деп айт. Егер ол сәтсіз болса, ол сіздің бұйрығыңызды орындай алмайды. Хан жігітті қайта шақырып алып, жабайы табынды тауып беруді бұйырады. Жігіт үйге келіп, ханнан қандай бұйрық алғанын әйеліне айтады. Уайымдама, дейді әйелі. Мына таяқшаны алып, шығысқа бұрылып, мен саған үйретіп беретін сөздерді айтасың. Таяқ сені жабайы табынға апарады. Айғырды тауып, арқасына секіріп мін. Оны қатты ұр, бірақ көзіне сақ бол. Айғыр тыныған соң хан сарайына тура шап. Қалған аттар сенің соңынан еретін болады. Жігіт әйелінің айтқанын істейді. Бірнеше күннен кейін ол хан сарайына жабайы жылқыларды айдап әкеледі. Ей, шық, деп айғайлайды жігіт. Жылқыларыңды алыңыздар. Жабайы табын хан ауылын қиратып кете жаздайды. Хан қорқып, жылқыларды ауылдан ары айдауды бұйырады. Хан зұлым кемпірді өлтірмек болады. Кемпір тісерлеп тұрып жалынады. Рақым етіңіз, тақсыр. Жігітке 3-ші тапсырма беріңіз. Егер ол оны орындаса, сонда менің басымды кесесіз. Хан келіседі. Зұлым кемпір сонда әкеңіздің қырқына қарай бір айғыр сойылған болған. Жігіт оны тауып алып келсін. Хан жігітті қайта шақырады. Марқұм ханның жерлеуінде жеген айғырды тауып,
патша сарайына жеткізуді бұйырады. Жігітті қатты уайымға басады. Ол үйіне келіп, бәрін әйеліне айтады. Енді менің өлімім келді. Хан жеген айғырды тауып беруді бұйырады. Әйелі оған: 40 күн шыдасан, қасқырдың терісін мерзімінен бұрын құртпасан, бізде мұндай пәле болмас еді. Енді мен саған көмектесе алмаймын. Біз анама кәрі қасқырдың кеңесіне баруымыз керек. Жігіт ханға барады. Жеген қара айғырды іздеуге 3 ай мерзімді сұрайды. Хан ықыласпен тағы да 3 ай қосады. Жігіт алыс жолға шығып әйелмен қоштасады. Ал әйелі оған: сенің жоқ кезінде хан маған тыныштық бермейтін болады. Таяқшанды жерге тастап, аяғымен бір рет жер қағып, темір үйді тұрғыз. Мені төменгі қабатта жасыр. Сол 3-ші қабатта мен сенің қайтуыңды күтетін болам. Жігіт таяқшасын жерге лақтырып жіберіп, аяғын қағып, жерден темір үй пайда болады. Ол әйелін төменгі қабатқа жасырып, қасқырлар туыстарына жөнеледі. Ол үңгірге жеткенше талай күн өтеді. Сонда оны тыңдаған кәрі қасқыр былай дейді жігітке: бәріне сен өзің кінәлісің, балам. Мені тыңдап 40 күн шыдасан, қазір мұндай пәле болмас еді. Мен сенің қайғыңа көмектесуге тырысамын. Ханның әкесі жерленген тауға барасың. Оның қабірін тауып, оны қазып, марқұмның барлық сүйектерін жинайсың. Оларды бесікке салып, тербете бастайсың. Сонда марқұм ханның рухы қарғыс атсын. Мені кім мазалап жатыр деп айғайға басады. Сол кезде сен оған өтінішіңді білдіресің. Қасқыр оған қандай сөз айту керектігін үйретіп, жігітті жібереді. Жігіт тауға шауып, ханның бейітін тауып алып, қазып, марқұмның барлық сүйегін жинап, бесікке салып, тербете бастайды. Маған кедергі жасама, қарғыс атқыр, деп қарт ханның рухы айғайлайды. Саған менен не керек? Жігіт оған жауап береді: сіздің ұлыңыз мені алаңдатты, ал мен сізге тыныштық бермеймін. Менің ұлым сенен не қалады? Қайтыс болғаныңыздың 40-шы күні аңғал қара айғыр сойылған. Енді осы айғырды ұлыңыз менен талап етіп отыр. Бір айғыр үшін мені аямай ма? Деп айғайлап, қарт ханның рухы ашуланып, айғырды қабірден лақтырып жібереді. Жігіт қараса, айғырдың арқасынан бір кесек жетпейді. Артқы бөлігі қайда? Деп сұрайды жігіт. Ондай айғырды саран балам өзі берген. Бұл аяқты ол өзі әйелмен бірге жеп қойған. Сондықтан оған осы айғырды осылай бере сал. Енді бұл жерден кет, маған тыныштық бер. Жігіт үйіне 2 айдан ғана кейін келеді. Келіп қараса, хан темір үйдің 2 жоғарғы қабатын бұзып, әйелі отырған төменгі үйге жетіп қалыпты. Жігіт қара айғырды ханға әкеліп, марқұм әкесінің сөзін ханға тура жеткізеді. Хан ұялып, жігітті оңаша қалдырып, зұлым кемпірдің басын кесіп алады.
Сол уақыттан бастап жігіт пен оның жас әйелі бақытты өмір сүрді.